Достар, сіздермен бірге мен Альбина. Бүгін мен сіздермен өте дәмді, өте жұмсақ болып пісетін Корей халқының ұлттық тағамы пянциль, яғни пигоди рецептімен бөлісемін. Ол үшін әуелі ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Менде 200-250 грамм көлемінде жылы су, және де оған 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, татымына қарай тұзымызды саламыз. 1 шай қасық тұзымызды салып, және де 1 шай қасық құрғақ ашытқымызды қосып, тұзымыз толық ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Тұзымыз толық ерігеннен кейін қажетінше ұнымызды саламыз. Бұл жерде шамамен 400-450 грамм көлемінде ұн кетті. Осылайша біз өте жұмсақ иілгіш қамыр иілейміз. Ескерте кетейін, кешкі ас тек 3-4 адамға ғана арналған. Егер отбасыңызда адам саны көп болатын болса, яғни үлкен отбасы болатын болсаңыздар, онда міндетті түрде қажетті азық-түліктің барлығын көбейтіп жасасаңыздар болады. Бізде осындай көріп тұрғандарыңызда өте жұмсақ қамыр дайын болады. Енді қамырымызды көтерілгенше, яғни ашығанша жарты сағат, 1 сағат көлемінде жылы жерге жауып қойып қоямыз. Осылай қамырымыздың бетін жауып қоямыз да, қамыр көтерілгенше арасына салмасын дайындаймыз. Менде салмасында тартылған ет, пияз және азғантай асқабақ қостым, және татымына қарай тұз бен қара бұрыш қостым. Дайын болған қамырымызды осылай ұнға ауната отырып, ұзын етіп созып аламыз. Және де дайын болған қамырымызды майда-майда бөліктерге бөлеміз. Менде бұл жерде шамамен 15 дана қамыр шықты, майда бөліктер пайда болды. Мен бұл жерде көз мөлшермен бөлдім. Достар, егер барлығының бір келігі бірдей болған қаласаңыздар, таразымен арнайлап өлшеп алсаңыздар да болады. Міндетті түрде астына ұн себіңіздер, себебі бізде қамыр өте жұмсақ болғандықтан ол өте жабысқақ келеді, және ашыған қамыр сондықтан да көтеріліп тез жабысып қалады. Енді қамырымызды қатты қалың да етіп жібермейміз, немесе қатты жұқа да етпейміз, орташа көлемде қамырымызды осылай ұнға ауната отырып, ұн себе отырып, қамырымызды жайып аламыз. Және де арасына салмасын салып түйетін боламыз. Мен сіздерге түйуді екі жағдайда көрсетейін, өте жақыннан қараңыздар. Әуелі қамырымыздың бір шетін салмасына қарай кіргіземіз де, екі шетінен кезек-кезек алып, ортаға әкеліп жабыстырып отырып, соңына әкелеміз де, және соңын қайтарып, астына жабыстырып қоятын боламыз. Түйу қатты қиын емес. Міне екінші үлгіде тағы да көрсетіп жатырмын, достар. Бастапқыда 1-2 рет жасағанда кішкене қолдарыңыз үйренгенше ыңғайсыз болуы мүмкін, әрі қарай өте тез түйіледі. Және астын осылай кіргізіп қоямыз. Өте сүп-сүйкімді, кішкентай осындай пигодилар бізде шығады. Менде айтып кеткенде шамамен 15 дана пигоди шықты. Бұл ашыған қамыр болғандықтан көтеріледі, сондықтан арасын осылай алшақ-алшақ етіп қойып, майланған листтерімізге осылай жайғастырамыз да, бетін майлап, қайнап тұрған манты қазанымызда 30-35 минут көлемінде пісіріп аламыз. Осымен біздің өте жұмсақ, өте дәмді пигодиларымыз пісіп шықты. Енді оны дастарханға ұсынуға дайындаймыз. Достар, міндетті түрде жасап, дайындап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайтынына
100% сенімдімін. Дәл осы рецепт бойынша жасасаңыздар, бір жасағаннан да шығады. Себебі мен бұл рецептті ең алғаш рет дәл осы рецептпен 9 сыныпта отбасыма тосын сый жасап, осы асты түскі асқа дайындап берген болатынмын. Отбасыма қатты ұнады, өте қатты кәдімгі қуанған болатын анам. Ең алғаш рет қамыр ашты осылай жасаған кезінде. Және содан бері дәл осы рецептпен жасап келемін. Сіздер де жасаңыздар, 100% сеніммен отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Бұл жерде соя тұздығын қостым. Қосу-қоспа өз еріктеріңізде, егер қаламасаңыздар, қоспай қойсаңыздар да болады. Және де бетін осылай кетчуппен, майонезбен сәндейміз. Оның өзі де өте ерекше, әдемі дәм береді. Барлығында осылай дайындап аламыз да дастарханға ұсынатын боламыз. Алдағы уақытта сәбізден жасалған корей салатының да рецептімен бөлісетін боламын. Достар, видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға жазылып, қазақша контентті қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Каналға жазылғанда достар, міндетті түрде шетте тұрған қоңырауша белгісін басыңыздар. Сонда менің келесі шыққан жаңа, өте ерекше, өте дәмді рецепттерім бірінші болып сізге көрінетін болады. Қош сау болыңыз.